Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Мінекей біздер кешегі қазы жирен бүгінгі Қотыртай шыққан ауыл Ақшымырау ауылына келдік. Ақшымырау ауылына келуіміздің басты себебі Ақшымырау ауылының 90 жылдық мерейтойына арналған Ақшымырау ауылының азаматтарының ұйымдастырып жатқан 2 күндік бәйгесі. Бірінші күні Алла нәсіп етсе тай бәйге, ошақ бәйге, екінші күні және де ұлы аламан автокөлік тігілген 90 шақырымдық бәйге болады. Ал ендеше жақсылап жайғасып, арнаға тіркеліп, біздермен бірге болыңыздар. Аттарыңыз бәйгілі, өздеріңіз әйгілі болыңыздар. Қол бастаған қиын емес, артыңда әскер болса, жол бастаған қиын емес. Артыңда керуен болса, бәрінен де ағайын сөз бастаған қиын. Тапсаң береке етер, таппасаң келеке етер дей отыра. Бүгінгі Ақшымырау ауылының 90 жылдығы аясында ұйымдастырып жатырған бәйгеге қош келдіңіз дегім келеді ағайындар. Бүгінгі ат спорт алаңын ашып, Маңғыстау Мұнайгаз және де Қаламқас мекемесінің демеушілігімен өтіп жатырған шара бүгін мінекей осы жаңа ипподромның ашылуына лентасын қиып, ел ағаларын ел ағаларын ортаға шақырғым келіп отыр. Көшербаев, Түказ Иван және де Ақжігітіп Мұхтар ағаларымызды ортаға шақырғым келіп отыр. Құрметті қошеметтеріңізбен. Ал мінеки, я сәт, я Алла деп, осы жерде талай бәйге өтсін, талай-талы аты шөлі жүйріктер шықсын деп мінеки кесіп жатыр. Оң болсын, ұзағынан болсын, мереке той көп болсын деп мінеки. Аман болайық, сау болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ал мінеки, ал құтты болсын Ақшымыраулықтар, бір қошеметтеп отырайықшы. Ұзағынан болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, Ақшымырау ауылына келіп тұрған тойшы қауым. Мынау бүгін 2024 жыл сентябрь айының 29-шы жұлдызы күні болып жатқан ауылымыздағы ұлан асыр той, ауылымыздың 90 жылдық торқалы тойына қош келдіңіздер. Мына ауылымызда болып жатқан мереке іс-шаралар мына ауылдың азаматтарының арқасында, бұл азаматтар барлығының емес, нағарлығының арқасында осындай мереке ұйымдастырып жатыр. Ұзағынан болсын, ұзағынан сүйіндірсін, болашақта той тойлай берейік. Сонымен бірге мынау жаңа ипподромы ашылып, осы жан-жақтағы азаматтардың, ауылдан шыққан азаматтардың, солардың арқасында ұйымдастырылған іс-шараға қош келдіңіздер. Ал мерекеміз ұзағынан болсын, оңынан болсын. Ал енді қазіргі төреші жігіттерге тойдың, аламан бәйгінің, тай жарысының, ошақ бәйгінің ашылуына ұлықсат етеміз. Ал ұлықсат Алла тағала. Жігіттер, ал бастай беріңдер, ма? Кешетіндей, кез келгендей тосқалды, жариялайын алға қойған жоспарды, көпшіліктің күткен мынау бәйгесі, тай бәйгеміз басталды дей отыра. Ал мінеки, барлығы да төрешілердің ұйғарым бойынша старт беріледі. Жігіттер, біз дайынбыз, сіздер дайын болса. 40 тай тіркелген, 3 айналым 9 шақырымдықтан тұрады. Ал, я сәт, я Алла, хас жүйріктің белгісі, дудыда көрсе жылқынған, айтулы жүйрік мен едім салдырмай қамшымтылған деп. Ал, ақ жол жігіттер, аттарыңыз бәйгілі, есімдеріңіз алталашқа әйгілі болсын. Мінекей, болашақ аламан бәйгеден үміт күтуген, зор үміт күту отырған тұлпарларын бүгінгі тай кезінде 3 айналым 9 шақырымдыққа сынап жатыр ағайындар. Ал енді тайлармен таныса кетсек, 40 тай тіркелген. Номері бірінші номермен Асыл Торы, ат иесі Асылжан, Зейнолла Шабандоз, Абдулла Бапкер, Ақшымырау келген жері. Екінші номермен Патрон, Әбіш иесі Нұрбол Шабандоз,
Әбіш бапкері Сайөтес келген жері. Номері 3 Зымыран есімді тай. Ақылбек ат иесі Ораз бәйгі бала Шынжырбек бапкері Ақшымырау келген жері. Номері 4 Тянчан деген тай. Ержан ат иесі Нұржан Шабандоз, Ержан бапкері Ақшымырау келген жері. Номері 5 Көкмойнақ Қуаныш ат иесі Әділет бәйгі бала Нұрдәулет бапкері Сайөтес келген жері. Номер 6 Байрақ есімді тай. Аманбай ат иесі Ұлан Шабандоз, Аманбай бапкері Сайөтес келген жері. Номер 7 Қызтұмар Қараш Қайрат ат иесі Сартай Шабандоз, Нұрсұлтан бапкері Ақшымырау келген жері. Номер 8 Мустанық Алмас ат иесі Алмас Шабандозы, Алмас бапкері Сайөтес келген жері. Номері 9 номермен Бегімай Жаулыбаев Құттымұрат ат иесі Дулат бәйгі бала Жаулыбаев Құттымұрат бапкері Ақшымырау келген жері. Номері 10 Мөлдір Көз. Номері 10 Мөлдір бір. Номері 10 Мөлдір. Номері 10 Мөлдір Көз. Мөлдір Көз есімді техникалық ақау болып жатыр. Ұлықпанов алда берген. Мен енді ат есімен тайын оқынш. Номері 10 номермен Ұлықпанов алда берген Мөлдір Көз. Номері 11-мен Телбаев Нұрбол Ақсұңқар. Номері 12 Олжас Тілеков Самғау. Номері 13 Бейсенбаев Нұрболат Талисман. Номері 14 Төрехан Бекет Бақтұры. Номері 15 Қоңбаев Олжас Топжарған. Номері 16 Беков Мағжан Байрақ. Номері 17 Сәттібек Сүмбіл Қара. Номері 18 Номері 18 Кәусар Жеткізген Еркін. Номері 19 Көзмоншақ Орынғали Ерасыл. Номері 20 Қызыл Жебе Ержігітіп Қази. Номері 21 Ұзақбай Елжан Жолбаян. Және де номері 22 Ақбілек Жүнбасов Бекмұрат. Номері 23 Көзайым Сәрсенбаев Айтжан. Номері 24 Ахметов Айтмұрат Самұрық. Номері 25 Жұлдыз Күрең Нұрболат. Номері 26 Балғасқа Сұлтан. Номері 27 Бұйражал Аман. Номері 28 Саланқұлақ Басшы. Номері 29 Айсат Домбыра. Номері 30 Торытай Ауданбай. Номері 99 Ақбақай Еңсепов Алмас. Номері 98 Кәусар Сәрсенбек. Номері 93 Бәйтерек Абдымқамит. Номері 97 Ақсұңқар Нұрислам. Номері 96 Жаманғара Балғынғали. Номері 95 Ал ағайындар мінекей Ал ағайындар мінекей жүйріктерімізде көсіле шауып, тайларымыз бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымға аяқ басатын болады. Айқай қайда, шу қайда? Дембер жіберекші 3 айналымнан тұрады. Бірді аяқтап екінші айналымға кетіп бара жатыр. Алдыңғы топтың жүйріктері номері 28 номердегі және де 27 98 осы 95 жазып отырамыз 13. Мінекей екінші топтың да легі кетіп бара жатыр алдарыңызда. Бірді аяқтап екіге кеттіңдер жігіттер. Бірінші айналымда аяқтап екінші айналымға аяқ басыңдар. Ақжол номері 90 номері 96 Жаманғара Балғынғали. Номері 95 Гүлсара Кәдір. Номері 94 Нұртөбел Нұрғиса. Номері 92 Лашын Рашид. Номері 91 Қарағасқа Нұртілеу. Номері 90 Бастау Нұрлыбек ағамыздың тай екен. Мінекей 40 таймен таныстырдым. Алдыңғы топта 13 номердегі Талисман Бейсенбаев Нұрболат Насихат Амандық Шетпегетінің тайы алдыңғы топта. Және де
98 болу керек, мен ұмытып кетпесем. Сәрсенбек Кәусардың тайы да алдыңғы топта кетіп бара жатыр. Шетпе кетінен. Ал мінекей, мына алдыңғы топтан өткен тайларды барлығында тізімге тізіп жазып отырамыз. Жарыс жолынан шыққан тайларды хабарлап отырамыз. Жарыс жолынан шыққан тайларды. Міне 16-шы номер жарыс алаңынан шықты. Абайла. Мінекей, бір даяқтап екке кетіп бара жатыр. 96-шы номер мен 16-шы номер. Түгел жазып отырамыз. Ручка мен бір дәптері бар ма? Алдыңғы топта. Бұл жерде енді бұлай айтып отқан себебім қазір дейтін 3 айналым 3 айналым 9 шақырым болғандықтан соңында келе жатқан тайды басып озған жағдайда бардак болуы мүмкін. Соның алдын алу мақсатында өткен тайларды түгелдей жазып отырамыз. Болмаса фото финишке түсіріп отырамыз. Барлығы да тәртіппен жоғарғы деңгейде өтуі біздің қолымызда, құрметті ағайындар. Сондықтан да бүгінгі ауылымыздың Ақшымырау ауылымыздың 90 жылдығы мерекесі аясында өтіп жатырған бәйгеміз бүгін бастауын алды. Ертең ертең аламандығын берсе, ұлы аламан 90 километрлік үлкен қашықтықтағы аламан бәйгінің көрінісіне сізбенен біз болып куә болатын боламыз, ағайындар. Ертең ұлы аламан, бүгін тай бәйге және де ошақ бәйге бар. Осы тай бәйгеден кейін тайларымыз бірінші айналымда аяқтап, екінші айналымға кеткен болатын. Қазір тайларымыз топтасып келе жатыр, жаман емес қарқындары. Қазір алдарыңыздан өткеннен соң екінші айналымда аяқтап, соңғы үшінші айналымға кететін болады, қадірменді ағайындар. Мына алдымен өткен тайлардың номерін бізге хабарлап отырайық. Мен қасымда бір жазып отырайық, алдымен кетіп бара жатқан. Мына ел халыққа кімнің қандай ат қосып жатыр, алдында кім бастап келе жатыр, қызық дегендей. Соның барлығын жеткізіп отырайық. Енді мына техникалық ақау болып жатыр, кей кезде даусымыз үзіліп қалып жатыр. Музыка қосып отырсаңыз да болады, енді соны көтере алатын болса. Тайларымыздың да тіке жолға шығуға аздаған мінекей қашықтықтар қалды. Қазір алдарыңыздан тіке жолға шыққаннан соң төрешілер мұқият тыңдаңыздаршы. Мына номердің барлығын жазып алайық. Арғы арттағы тайға жетіп алса бардак болады. Түгел жазып алайықшы, алдарынан қандай тай өтті, номерді түгел жазайық. Алдыңғы топтағы. Номерді хабарлап отырайық, бардак болмасын. Бәйге бойынша, ереже бойынша, ал ағайындар, соңғы айналым, айқай қайда, шу қайда, соңғы айналымға шығарып салайықшы. Мінекей, алдыңғы топта 97 жас, 97, 99, 19 және де 19 тәк, 10, 27, 24, 28, 13, 18, 95 номердегі аттар өтті. 20, мінекей. 20-шы номермен, без номер, мынау айналымы түгелма мына тайдың. 20-шы номер, және де 12-шы номер, 21-шы номер, жаза бер, брат, жаза бер. Қазір басы озған жағдайда өзімізге бардак болмау үшін. 21, алдымен өткен тайлар 97-шы номерде тіркелген. Бізде алдыңғы топта кетіп бара жатқан Ақсұңқар Нұрислам атесі, Ғалымжан Бәйгібала, Нұрсерік Баппері, Ақкетік елді мекенінен келген тай алдыңғы топта отыр, ағайындар. 99-шы номердегі алдыңғы топта кетіп бара жатқан номері 99 Ақбақай Еңсепов Алмас ағамыздың жүйрігі екен. Мінекей, Жоламан Парты бапкері, Жаңаөзен қаласы. 19-шы номермен тіркелген соңғы айналымға Көзмоншақ Орынғали Ерасыл Мадияр Бәйгібала ұлан бапкері Шибір ауылының тайы да соңғы айналымға кетті. Және де 10-шы номерде соңғы айналымға кеткен Мөлдір Көз Ұлықпанов Алдаберген Бекжан Бәйгібала Алдаберген бапкері Тұщықұдық ауылының тайы да соңғы айналымға кетті. Мынау енді артқы легі тайларымыздың, бұлар енді соңғы айналымға кетіп бара жатқан тайлар.
Ал құрметті ағайын, барша ат сүйер барша ат сүйер қауым, бүгінгі ауылымыздың мерекесі 90 жыл торқалы тойының бүгінгі мынау тай шабыс ошақ бәйгесіне баршаңыз қош келдіңіздер. Алдарыңызда мінекей тайлар өтіп жатыр. Енді мынау жаңа 90 жылдыққа арнайы атшабар алаңы, осы атшабар алаңын салғауға демеушілік жасаған Қаламқас мұнай-газ акционерлік қоғамына, Қаламқас кен орнының басшыларына, ауыл тұрғындарына атынан алғыс айтамыз. Сосын мына жерде барлық осы жерде жүргізіп тұрған ат бәйгесін, осы Маңғыстауға белгілі ініміз келіп отыр. Осы жерде барлық YouTube каналына енгізетін осы видео көріп барлық түсіріп жазып отқан інілеріміз, осы Өзен қаласынан 77 жылғы Есен ағайындар демеушілікпен алып келіп жатыр. Алла разы болсын. Ал аттарың бәйгілі болсын, той құтты болсын баршаңызға. Рахмет аға, көп-көп. Мінекей тайларымыздың артқы легі, құрметті төрешілер, осы кезде мұқият қадағалайықшы. Бірақ енді көрер көзге де мәлім, мына алдыңғы топтың тайлары мен артқы топтың тайлары арасы біраз қашық дей тұрғанмен де жете қоймас. Мен енді хабарлаушымын, төрешілер, мына айналымды толықтай дорожкамен айналып өткен тайлар, соған мұқият қадағалап отырайық. Круг жарып кесіп өтуге болмайды, соны мұқият ескерейік. Енді мінекей болашақ аламан бәйгеден үміті зор ат бәйгелердің мінекей тайында айтады ғой, 40 адамды алдайын деп сынаған кезде. Сол айтпақшы, келешегінен үміт күтіп отырған мынатай ат болат, аламанға шабат деп әкеліп отырған тайларын мінекей Ақшымыр ауылының 90 жылдығына келіп, бағын сынап, 9 қашықтықтан тұратын, 3 айналыстан тұратын тай бәйгеге бағын сынап отыр. Жолы болсын жүйріктердің. Енді мінекей тайларымыз тіке жолға шықты. Бұл дегеніміз бүгінгі тай бәйгінің жеңімпазы Ақшымыр ауылының 90 жылдық аясында өткен тай бәйгеден, соның ішінде 9 шақырымдықтан өткен тай бәйгеден жүлделі бірінші орынға қай тайымыз келеді екен ағайындар? Айқай қайда, шу қайда, қолдау қайда, дем қайда деп. Ал қошемет, төрешілер номерін айтайық. Бүгінгі тай бәйгінің жеңімпазы 24-ші номердегі 24 бірінші болып мәресіздің кесті. Жас 24, 19-2, жас 19-2, жас. Үшінші орынға үміткер, жас 13, 3-ке 13, 4-ке 10, 5-ке 37 ма, 97 ма? 97. Ал ағайындар, бірінші болып номері бірінші болып 24-ші номердегі атақты сейіс атбегі Ахметов Айтмұраттың самұрығы келді ағайындар. Бұл тайда осал тай емес. Маңғыстаудың түкпір-түкпірінде жүлделі бірінші, екінші орында еленіп келіп жүрген тай ағайындар. Самұрық деген бірінші орынға Ахметов Айтмұрат, Расул Заңғар бапкері Мұнайлы ауданының тайы бірінші орынға келген. Екінші болып 19-ші номердегі екінші болып келген тай Көзмоншақ Орынғали Ерасыл Мадияр бәйгібала ұлан бапкері Шебір ауылы құтты болсын Шебір ауылы екінші орындарың. Және де үшінші болып 13-ші номерде мәре сызығын кескен Талисман Бейсенбаев Нұрболат Насихат Шабандозбала Амандық бапкері Шетпегентінің тайы үшінші орынға келді. 10-ші номерде, енді 4 пен 5-те де айтайық, 10-ші номердегі тіркелген 4-ші орынға Мөлдір Көз Ұлықпанов Алдаберген, Бекжан Шабандоз Алдаберген бапкері Тұшшығыдық ауылы 97 5-ші болып мәре сызығын кескен 97-ші номердегі Ақсұңқар Нұр Ислам ат иесі Ғалымжан бәйгібала Нұрсерік бапкері Ақкетік
елді мекенінен келген тай. Ал мінекей мына төрешілер, мына тайларымыздың барлығы толықтай айналымда аяқтап бітпегенше келесі ошақ бәйгінің жүйріктерін шығармаймыз. Тайларды шығарайық. Тайлар бір. Тайлардың барлығын айналымын аяқтап бітсін, содан кейін барып ошақ бәйгінің жүйріктерін шығарамыз. Көтер жіберек, жүйріктерге дем берек, жол болсын. Бәйгілі болсын жүйріктер. Атыңды бапта аламан топқа, өр сайға жүргіз аққарды тапта, тау тасқа шығыр өкпесін ашты терін ал жабуын жапта, тағасын соқта, тұяғын сақта, таң асырып ал шабатын шақта, балаңдай қара таза қанатқа, бақталасың жол бұйырған баққа шақ. Бабадан қалған дәстүрді сақта, атадан қалған атыңды сақпа, ғұрып бар сондай ғұмменен сақта, шариға шартта, сауап бар атта, жылғысын алар салынсан оқта. Азайта тұр, кішкене. Енді бұл жай сөйлеп, кішкене қаттырақ сөйлеп жіберсең, өшік болып тұр ғой. Номері 1, Алтын Айдар, Бейтанов Нұрсұлтан ат иесі, Сартай бәйгі бала, Әбду бапкері Ақшымырау келген жері. Номері 2, Ақмоншақ Қуандықов Нұрсұлтан ат иесі, Бекжан бәйгі бала, Нұрсұлтан бапкері Таушық ауылы. Номері 3, Айғажап есімді жүйрігіміз Батырбек әулеті, Дулат бәйгі бала, Жадырасын бапкері Қияқты елді мекенінен келіп отыр. Номері 4, Бақторы Төреханұлы Бекет ат иесі, Насихат бәйгі бала, Бекет бапкері Қызылөзен елді мекені. Номері 5, Торы ат есімді жүйрік Еңсегенов Нұрислам Берекет бәйгі бала, Мұрсалим бапкері Еңсегенов Мұрсалим Қызылөзен елді мекені. Номер 6, Айғұла. Номер 6, Айғұла. Атақты Бөлтеков Әлеке ағамыздың жүйрігі, Әміре Шабандоз Әлеке бапкері Сайын Шапағатов елді мекені. Номері 7, Ұшқын есімді жүйрігіміз Өріспай Жұбаныс ат иесі, Қойшы қара Шабандоз Жұбаныш бапкері Ақшымырау ауылы келген жері. Номері 9, Тастұяқ. Номер 9, Жасақып Нүрекеш Әлжан Шабандоз Амантай бапкері Қызан ауылы. Номері 10, Тимучин Ратов Сисен ағамыз атақты, Мұқасан Шабандоз Сисен бапкері Үштаған ауылы. Жолы болсын жүйріктің. Номері 11, Номері 10, Номері 10, Номері 10. Номері 11. Номері 11, Бесқасқа Көбесов Махамбет Мадияр Шабандоз Махамбет бапкері Шебір ауылы. Номері 12, Ақмоншақ Оңайбаев Айдос Насихат бәйгі бала Тимучин бапкері Таушық ауылы. Номері 14, Таусамал Мұратбаев Бекзат Тимучин бәйгі бала Айбар бапкері Таушық ауылы. Мінекей қадірменді ағайындар, ошақ бәйгіміз 27 шақырым 9 айналымнан тұрады. Жүйріктеріміз толықтай таныстырған болатынмын. Төрешілер мына шауып бара жатқан жүйріктердің санын айтып жіберіңізші. Неше ат шауып бара жатыр? Бір ат тізіліп, кейін сызылған екен да, соны қайттан қостау дейм шамасы. Болмаса, әлде 13 ат па, түгел ма? Жүйріктеріміз әлі жарыс жолында. Алдарыңыздан өткеннен кейін бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымға аяқ басатын болады, қадірменді ағайындар. Mərgi deyin,
бәрге дейін шап. Ой санама тосымнан келсен ақыл, шабандозға сән береді берген ақыл, тізгін деген сайгүліктің абыройы шабандоздың тізгінінде болып жатыр. Жар болсын деп жаратқанға сыйынып, ат иесі тұр не болар деп күйініп, шымырлаған қан тамыры бойға сыймай алапат күш алып барат шүйіріп. Жануарың келе жатыр алдында, оңтайын тауып бабына атты салдың да, шалдардан қалған асыл мұра тектіні, шапқанда атын қайран боп қалқам қалдың ба дей отыра. 4-ші номермен алдыңғы кетіп бара жатқан номер көрінбей жатыр. 1-ші номер және де мінекей алдыңғы шын жүргенді анықталады шоқ. Мәрге дейін, мәрге дейін, мәрге дейін, мәрге дейін, мәрге дейін, мәрге дейін шақ. Әй, мәрге дейін, мәрге дейін, мәрге дейін, мәрге дейін, мәрге дейін, мәрге дейін шақ. Бір. Жа, бұл 14 ат шауып бара жатыр. Мына протоколдың артына тіркеліп кеткен 36-шы номер, ағаш жібер. 36-шы номермен тартпалы деген. Ой, мінекей, атты да қойған екен. Мәтжанов Әділет ағамыздың жүйрігі екен. Иламан бәйгі бала, Әділет бапкері, Ақшымара ауылы. Ал. Бір. Ал енді біз енді әуендетіп отырамыз. Мына микрофон болмай жатыр. Қазір үлгерсе жаңа аппаратура келу керек. Ұнайтын пәтерлерді өткізіп ала бересіз бе? Крыша KZ қосымшасында іздегеніңізге жазылып, жаңа хабарландырулар туралы бірінші болып ақпарат алыңыз. Бір. Бірінші айналымның алдын бастаған 1-ші номермен Алтын Айдар Бейтанов Нұрсұлтан ағамыздың жүйрігі. 4-ші номердегі Бақтұры Төреханұлы Бекет Қызыл өзеннен келіп тұрған. Алтын Айдар Ақшымра ауылынан келіп тұрған жүйрік. Алдыңғы топта өткен. Құлагер жұлқынып, тай бурыл бұлқынып, тыпыршып тұр әне бәйгеге ұмтылып Қамшысын соққылап, шаңбурап, шапқылап, арғымақ келеді айғайла қаттырақ Рухымен жаңғырған, доданы жандырған, қазақтың тұлпары даланы шаңғылған Қоя тұр басқаңды шаруа бос қалды, ал халқым қайдасың, аламан басталды Бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жанып аққым келеді, тұлпарға меніп шапқым келеді Арғымақтардың талдырып белін, атқа қоныңдар ал жігіттерім, шабыңдарға не сәйгүліктерім шап Жылқымен бір көскен намысы қазақтың бәйгемен үндескен Сөз қонған бабасы, топ жарған баласы, дүбірмен рухтанған қазақтың даласы Бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жанып аққым келеді, тұлпарға меніп шапқым келеді Арғымақтардың талдырып белін, атқа қоныңдар ал жігіттерім Бір. Жүйріктеріміз 1-ші айналымда аяқтап, 2-ші айналымға аяқ басқан болатын. Бағаналы 1-ші номермен өткен Алтын Айдар әлі де алдың бастап келе жатыр. Және де 4-ші номердегі Төреханұлы Бекеттің Бақтұрысы да жаман емес, өкшелеп келе жатыр. Жүйріктердің де қарқыны жаман емес. Алдарыңыздан 1-ші айналымда аяқтап 2-ге кеткен болатын. Енді алдарыңыздан қазір айналып өткеннен соң 2-ші айналымда аяқтап 3-ші айналымға кететін болады қадірменді ағайындар. Бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жанып аққым келеді, тұлпарға меніп шапқым келеді Арғымақтардың талдырып белін, атқа қоныңдар ал жігіттерім,
Ал мінекей, қадірменді ағайындар, бізде енді барымызша сөйлеп қалып жатырмыз. Жүйріктеріміз қазір алдарыңыздан екінші айналымды аяқтап, үшінші айналымға аяқ басатын болады. Жүйріктерімізде екі жүйрік бірге теңесті. Бұл дегеніміз бірінші номердегі Битанов Нұрсұлтан ағамыздың Алтынайдар Ақшымырау ауылы, төртінші номердегі Төреханұлы Бекеттің Бақторысы Қызылөзен елді мекенінен келген мінекей. Екі жүйрік, екіні аяқтап, үшіге кетіп бара жатыр. Ал қошеметтеп отырайықшы мына екі жүйрікке. Бағаналы бүгінгі Ақшымырау ауылының 90 жылдығына шабамын деп келіп тұрған жүйріктер мінекей. Ал қошемет ағайын. Бір. Ой жануары. Тіл көзіміз тасқа, бірінші номер және де Ақшымырау ауылы төртінші номердегі жүйріктер. Және де мінекей екінші топтың алдында екеуі болып келе жатырған. Бесінші номердегі, жазып отырамыз, бесінші номердегі және де 36-шы номердегі жүйріктер. 14, әзірше 14, міне 36-5-14, 36-5-14. Екіні аяқтап үшке кеттіңдер. 30 алдыңғы топта бастаған бірінші номердегі Алтынайдар Битанов Нұрсұлтан Ақшымырау ауылы, төртінші номердегі Бақторы Төреханұлы Бекет Қызылөзен елді мекені және де номері 36-шы номермен тіркелген Қартпалы деген жүйрік екен. Ой, және де 15 Қартпалы желмен бірге жарысып қаршадай бала. Ей айқайла, пай-пайла, думандап той-тойла. Екіні аяқтап үшке кетті жүйріктеріміз. Кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла. Шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Мұндайдай жаңғырар кеуде, жүлдеңді ал бәйгіңнің алдынан келде. Ожаратқан баланы сақтай көрізім, тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме. Ей айқайла, пай-пайла, думандап той-тойла. Шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла, пай-пайла, думандап той-тойла. Шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтама. Төбелес шығарды. Осы бала білгендерсің. Allah'ın karısı seni. Bu da geçirmesin. Көрінді аттар жарысқан, шабыт алып шабыстан, ауыздығымен алысқан. Шабандоздар да келеді, жалға жатып жабысқан. Тақымдап түрлі тұлпарды, тізгінге қолы қарысқан. Бірін бірі бағысқан. Қадірменді ағайындар, енді барымызша келгенше хабарлап отырайық. Номер бірінші орынға тай жарысынан, бірінші орынға мотоцикл, екінші орынға тай, үшінші орынға қой тігіліп жатыр.
және де Ошақ бәйге 27 шақырым 1-ші орынға 1 миллион теңге, 2-ші орынға мотоцикл, 3-ші орынға жылқы тігіліп жатыр. Және де топтар қатар 1 айналым 3 шақырым, жүлдесі 1 орынға дейін екен, 1 қой. Даурығып даусы даладан, қалың ел көзін қадаған, әр өткен сайын аламан, кеудеден шері тараған. Торбесті кетті топ бастап, кер жаңа шықтау қарадан, күрең ат кетті көсілі. Қадірменді ағайындар, ертеңгі күні таңғы сағат 8-де 90 км қашықтықтағы ұлы аламан бәйгесіне старт беріледі. Енді әдемі шығып тұрған кезде сөйлеп алайық. Мінекей мына жүйріктеріміздің де қарқыны жаман емес. Қазір алдарыңыздан 3-ші айналымды аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басатын болады. Әзірше 1-ші номермен шауып бара жатқан Бейтанов Нұрсұлтан ағамыздың алтын айдары Ақшымыр ауылы және де 4-ші номермен шауып бара жатқан Бақторы Төреханұлы Бекет Қызыл Өзен елді мекені. Ой, мінекей. Айқайлап отырайық енді. Мен айқайлайтынға микрофон көтермей тұр ғой. Сіздер көтеріңіздер, халқым. Көтер. Номер 1 алтын айтар. Ал, топ жетіп қалды. 4-ші номер. Делебе қосып мұндайда, алаштың жұрты алқынып, айқайға басып тұрады. Үшті аяқтап 4-ші айналымға кеттіңдер. Азаматтарым атпалым, жана берсін бақтарың, бәйге сайын бәріңнің, оза берсін аттарың, айда бала атыңды. Что бы ты ни делал, делай. Бір. Құлагер жұлқынып, тай бурыл бұлқынып, тыпыршып тұр әне бәйгеге ұмтылып Қамшысын соққылап, шаңбурап, шапқылап, арғымақ келеді айғайла қаттырақ Рухымен жаңғырған доданы жандырған, қазақтың тұлбары даланы шаңғырған Қоя тұр басқаңды шаруа бос қалды, ал халқым қайдасың, аламан басталды Бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жанып аққым келеді, тұлпарға меніп шапқым келеді Арғымақтардың талдырып белін, атқа қоныңдар ал жігіттерім, шабыңдарға не сәйгүліктерім шап Жылқымен бір көскен намысы қазақтың бәйгемен үндескен Сөз қонған бабасы, топ жарған баласы, дүбірмен рухтанған қазақтың даласы Бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жанып аққым келеді, тұлпарға меніп шапқым келеді Арғымақтардың талдырып белін, атқа қоныңдар ал жігіттерім, шабыңдарға не сәйгүліктерім шапқан екей
бір. Ал енді қадірменді ағайындар, мына жүйріктеріміз 4-ші айналымға кеткен болатын. Енді 4-ші айналымды аяқтап 5-ші айналымға кететін болады қадірменді ағайындар. Жүйріктеріміздің де қарқыны жаман емес. Бағаналы алдын бастап отырған Алтын Айдар мен Бақтығырға 2-ші топ жетуіне мүмкіншіліктері әбден зор. Бұл қалай болады екен? Топтасып отыра ма? Жоқ әлде? Оны сізбенен біз болып алдағы уақытта бірге тамашалайтын боламыз қадірменді ағайындар. Қазір алдарыңыздан 4-ші айналымды аяқтап 5-ші айналымға кететін болады қадірменді ағайындар. Қай жаққа барып көмермін қайғыны мынау, өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау, өңіме қарай бір кезек Ал мінекей қадірменді ағайындар, жүйріктеріміздің де қарасы көрінді. Бұл дегеніміз 4-ші айналымды аяқтап 5-ші айналымға кетіп бара жатқан жүйріктерге қошеметтеп отырайық ағайындар. Айқай қайда, шу қайда? Мінекей Маңғаз-Маңғыстауымның жүйріктері. Тірулес болып отырған жүйріктеріңіз бәйгінің алдынан көрінсін. 1-ші номердегі Алтын Айдар деген жүйрікке қошеметтеп отырайық. 4-ші номер және де 10-ші номер, 3-ші номер 14. Қазір ағайындар аппаратураны ауыстырып алайық, сосын шығамыз. Жүйріктерді 4-ші айналымда аяқтап 5-ші айналымға кетті. Аппаратура, новый аппаратура қосайық қазір. Менде шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан орғып өтемін саңғарлар даттап, жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлғарым арманнан дәмдік. Менде шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан орғып өтемін саңғарлар даттап, жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлғарым арманнан дәмдік. Аттың сындымын бұл күнде айдыны қырау, қай жаққа барып көмермін қайғыны мынау, өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау, өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Подходящие квартиры постоянно ускользают от вас? Подпишитесь на поиск в приложении Крыша KZ и получайте уведомления о новых объявлениях первыми. Крыша KZ. Подписались и нашли. Я восхищаюсь грацией своей кошки. Она... Бітер кезде ең соңғы рет көрер күн, мен ауылды ойлап жатып сөнермін. Өйткенім мен сол ауылда көгердім, сол ауылдың ықыласына бөлендім. Жағасында лайланған қайырлар, онда менің жығып кеткен тайым бар. Өмір бойы маңдайымнан шертпеген, онда мені еркелеткен ағатайым бар. Алдартына қарамадау сол жылдар, енді маған орамал кім болғар? Тура қарай алмайды ғын көзіме, онда менің кеп кешкен бай құрбым бар. Жүрегімде айтылмаған, жазылмаған бір жер бар. Туа сала тағдырымыз қосылған, мен сөйлесем сөзден қалып қосылған. Мен дегенде жан берер
көретін досым бар, мені патша хан көретін досым бар. Онда менің қылымсаған жеңгем бар, онда менің қутыңдаған жездем бар. Мен ауылым, сен ұқпасаң кім ұғар, көкірегімде келер күннің нұры бар. Шу қайда, Ақшымырау қайда? Ал қошеметтеп, қолпаштап жүйріктерімізге дем беріп жіберейік. Мінекей, хас жүйріктің белгісі, дудуда көрсе жұлқынған, айтулы жүйрік мен едім салдырмай ұмтылған деп мінекей. Бірінші номердегі Алтын Айдар, төртінші номердегі Бақтора. Ал қошемет, 10-шы номер, 6-шы номер, 5-шы номердегі жүйріктеріміз жарыс жолында. Жүйріктеріміз 5-ші айналымды аяқтап 6-ші айналымға кетті. Жүйріктеріміз топтасты десек те болады. Алдыңғы топта 1-ші номердегі бастап өткен Алтын Айдар Битанов Нұрсұлтан ағамыздың жүйрігі, Сартай бәйгі бала Абду бапкері Ақшымырау ауылы, және де 4-ші номердегі Бақторы Төреханұлы Бекет атесі Насихат Шабандоз Бекет бапкері Қызылжен елді мекені, және де 36-шы номермен Тартпалы деген жүйрік Әділет атесі Ақшымырау келген жері, және де 5-ші номердегі Тұрат Еңсегенов Мұрсалим Берекет Шабандоз бала Мұрсалим бапкері Қызылөзен елді мекені. Алдыңғы топтың жүйріктері. Абайлаймыз мінекей. Тәртіп сақшылары мұна көрермендерді шығарып алмайықшы. Мұна 7-ші номердегі қайттан жарыс жолына түсті. Жүйріктеріміз 5-ші айналымды аяқтап 6-ші айналымға аяқ басқан болатын. Әзірше жүйріктердің де қарқыны жаман емес, топтасып әдемі келе жатыр. Он 14 ат шапқан болатын. 14 жүйрік мінекей. Бүгінгі 27 шақырым 9 айналыстан тұратын Ошақ бәйгеге 14 жүйрік бақсына дағайындар. Ақшымырау ауылы, Таушық ауылы, Қияқты елді мекені, Қызылөзен елді мекені, Үштаған, Шибір ауылы, Шетпек етінен келген жүйріктер бағын сынап бара жатыр. Тілулес болып отырған жүйріктеріңіздің баға ашылсын, бәйгілі болсын дегіміз келеді. Бүгінгі мінекей 27 шақырым бәйгеге бас жүлдесіне 1 миллион теңге қарастырылды. Мен дегенде жан беретін досым бар, мені патша хан көретін досым бар. Ал құрметті ағайын, барша атшыр қауым, Ақшымырау ауылы, барша той қонақтары қош келдіңіздер. Бүгін мынауға Бозашы түбегі, оның Қатқыл түбегінде орналасқан Ақшымырау елі 90 жылдық тарихы. Бүгін міне 90 жылдық датыл жылға байланысты осы мереке өткізіп жатырмыз. Мерекенің алғашқы осы тай бәйгісі, ошақ бәйгісі.
өтіп жатыр. Баршаңызға рахмет келгендеріңізге. Ал енді қасиетті киелі топырақ, тектіден текті туа, тектілігін қуат демекші осы ауылдың азаматтарының ұйымдастыруымен болып жатқан ат бәйгесі ағайын 90 жылдық торқалы тойымыз құтты болсын. Баршаңызға қош келдіңіздер. Бәрекелді, мінекей жүйріктеріміздің де төбесі көрінді. Қадірменді ағайындар, қазір алдарыңыздан 6-шы айналымды аяқтап, 7-ші айналымға аяқ басатын болады. Жүйріктеріміздің де қарқыны жаман емес, топтасып, желмен бірге жарысып, ұшқан құспен алысып келе жатқан жүйріктер мінекей. Тіке жолға шығуға да аздаған минуттар қалды. 27 шақырым 9 айналыстан тұрады. Ал мінекей ағайындар, жүйріктерімізді 6-шы айналымда аяқтап, 7-ші айналымға шығарып салайықшы. Айқай қайда, шу қайда, Ақшымырау қайда, дембер жіберекші жүйріктерімізге. Ал мінекей бағаналы топтың алдында отырған Алтынайдар, әлі де жаман емес жануар. Алтынайдар және де алдыңғы топқа шыққан номері ой жануар. Бүгінгі 10-шы номердегі екен мінекей. 11-4-3 10-шы номермен Тимучин Ратов Сейсен ағамыздың жүйрігі. 1-ші номермен Алтынайдар Битанов Нұрсұлтан ағамыздың жүйрігі. Алтын аяқтап 7-ге кетті, құрметті көрермендер. Қайғырып келем, талықсып жатып, содан соң кетемін ұйықтап. Ұйықтап кетсем түсімде сайғылық көрем. Мінемді шабам алдымдан аңғарлар қаптап, таулардан ұрып өтемін саңғарлар қаптап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан дамдап. Бұл күнде айдыны қырау, қай жаққа барып көмермін қайғыны мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың деген түсімде көріп. Мінекей қадірменді ағайындар, жүйріктеріміз 6-шы айналымды аяқтап, 7-ші айналымға кеткен болатын. Тұлпарың бапқа келмей піспегесін, кей кезде ызаланып тістенесің. Не жетсін аламанға ата келіп, аламанда сан жүйрікпен түспегесін деп бүгінгі ошақ бәйге 27 шақырым 9 айналымнан тұрады. 14 жүйрік бақсынап жарыс жолына шықты. 3 орынға дейін жүлде қарастырылған. Және де ертеңгі бәйгені хабарландыра кетейін. Ертең таңғы сағат 8-де ұлы аламан 90 км қашықтықтан тұратын бәйге старт беріледі. Сағат 8-де қаперіңізге саламыз. Бүгінгі тай бәйгеден тағы да қайталап етейік. Жүлделі 1-ші орынға ие болған Ахметов Айтмұрат ағамыз Мұнайлы елді мекенінен келген самұрық есімді тай. 3 айналым 9 шақырымдықтан жеңімпазы жүлделі 1-ші орынға келген. Және де оның артынша жалғасын тауып, ошақ бәйгіміз бастауын алған болатын. Осы ошақ бәйгеден кейін 1 айналым 3 шақырым топтар қатар бәйгісі бар. 1 орынға қой тігіліп жатыр. Бәрекелді ағайын, жаңа айтып жатырмыз ғой, қасиетті киелі топырақ Ақшымырау ауылының 90 жылдық мерекесі. Бұл енді қашанда қазақтың ас тойы ат шабысымен басталған, бүгін міне ошақ бәйгімен бастап жатырмыз. Бұл ауылдан да атақты сейістер, елге белгілі, қазаққа белгілі сейістер шыққан. Атақты бәйбіше Тасқара кәкеміз шыққан кешегі. Жылой торғаның иесі. Баршаңыз білетін. Одан кейін Аманияздың қараты шыққан Есен ауылдан, Сейтімбет ауылынан Аманияз кәкеміз шыққан. Одан кейін кеше Өтеу, Қази, осы
әлім табын адайдың 7 асын жеңіп алған Өтеудің атышқан ағайындар Өтеу Бөкен Жеменей. Оның ұрпақтары да қазір міне ат қосып жатыр ағайын. Қази Кенже Сартай кәкеміз, Жетер кәкеміз, Қалыңбай кәкеміз, оның ұрпақтары, осы ауылдың түлектері талай облыстық республикалық ат бәйгелеріне ат қосып жүлделі орын алған. Ал атымыз бәйгелі болғай ағайындар. Бәрекелді мінекей, жүйріктеріміз қазір алдарыңыздан 7-ші айналымды аяқтап, 8-ші айналымға аяқ басатын болады қадірменді ағайындар. Арудан асқан жар бар ма, жылқыдан асқан мал бар ма, биенің сүті сары бал қымыздан асқан дәм бар ма, жылқы деген малың бар, желден жүйрік жануар, сені баққан жігіттің маңдайының бағы бар дей отыра. Той мінекей, қадірменді ағайындар, қол соғып қошеметтеп отырайық. 7-ші айналымды аяқтап, 8-ші айналымға аяқ басқан жүйріктерімізге айқай қайда, шу қайда. 1-ші номердегі Алтын Айдар деген жүйрік, және де 3-ші номердегі Айғажап деген жүйрік, Батырбектер әулеті. Ал жол болсын жүйріктердің. 7-ні аяқтап 8-ге кеттіңдер. 10-14, 10-ші номердегі Тимучин Ратов Сисен ағамыздың жүйрігі, 14-ші номердегі Таусамал Мұратбаев Бекзат ағамыздың жүйрігі, Таушық ауылы. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән сарай дала. Әмеге етіп барады жалға жабысқан, өй желмен бірге жарысып қаршадай бала. Эй, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға көкті айнала, алда кетті ғайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Эй, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға көкті айнала, алда кетті ғайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ал мінекей, қадірменді ағайындар, жүйріктерімізді 7-ші айналымды аяқтап 8-ші айналымға кеткен болатын. Ендігі 8-ші айналымды аяқтап соңғы айналымға кететін болады осыдан кейін. Бүгінгі 27 шақырым ошақ бәйге 9 айналыстан тұрады. Ақшымырау ауылы азаматтарының ұйымдастырып жатырған бәйгесі, ошақ бәйгесінің де тәмамдалуына да аздаған минуттар қалды қадірменді ағайындар. Жүйріктеріміз мінекей шаң боратып, топтасып келе жатыр. Аққу деген құс болар, ақ бауырынан аппақ мамық түлеткен, айдынын аңсап, алқына ұшып жыр еткен, ағылпа ұя, аруана дала кемеңгер, баршаңа сәлем Маңғыстау атты түбектен. Маңғыстау деген майбүйір серке паңдала, талайлар кеткен таңдайын қағып таңдана, Ақбөбектен арнасын алған сұлулық, мақтаулы қала, ақтауға жатыр жалғана. Маңғыстау түбек, түйеле қалса түнерген, сүйене қалса сезіммен нәзік күлерген, бұл қаладан досан шыққан Исамен жауының жанын жаһаннамға жіберген. Маңғыстау деген тектілер туын тіккен жер, шайқалып шаңырақ қаңсарып қанша тіктелдел, жандарында да жалғарыстарда баталмай, жауының өзін тағдырдан зауал күткен жер. Маңғыстау деген киелі мая керілік, кекетіп жүрме қақталған күнге тере деп, құлағын жымып сұрлана қалған даланы ойлаңдар үнсіз бөрі деп, қапыда қалмаң өлі деп. Маңғыстау деген ақшағыл менен аппақ нұр, ариманың менен ақ босағасын аттап бір, не деген менен тектіден туған тентектер атаның тілін, ананың тілін сақтап тұр. Маңғыстау деген киелі қазақ атпайдар, құлыны туар анадан алып қасқайдар. Маңғыстау деген Әбіш пен Әмин есtöре, көкірегінде көмбелі жиһаз оттой бар.
арыңды сенің Маңғыстау өлеңі менен қорғаймын, азбаса екен атаңның қаны сол қайғым. Маңғыстау сені жырлаған сәтте тереңнен, қаңтардағы құйынды қырау таңдаймын. Төрлетін қонақ көңілге сыйға кенелсін, жатаған төбе жарғабақ тауға теңелсін. Толқыған көңіл торқалы тойдың үстінде, халқыма саған осыдан артық не дерсің деп мінекей Сабыр атай атамыз жырламақшы. Жүйріктерімізді қазір соңғы айналымға шығарып саламыз қадірменді ағайындар. 8-ші айналымда аяқтап 9-ші айналымға кетеді. Тарта алақаның тозды ма, айқай шуға делебеңіз қозды ма, жіберіңдер босатыңдар тізгінді, жүйріктерім бара жатыр соңғыға деп мінекей. Шоп жануар! Соңғы айналым шығарып салайық соңғы айналымға. Соңғы айналымға 1-ші номердегі Алтын Айдар. 3, 11, 12, 6, 10, 13, 14, 9, 2-ші номердегі жүйріктер кетіп бара жатыр. Соңғы айналымға 1-ші номердегі Алтын Айдар, Битанов Нұрсұлтан ағамыздың жүйрігі, Сартай бәйгі бала Әбду бапкері Ақшымырау ауылы, және де 4-ші номердегі Бақторы Төреханұлы Бекет ат иесі, Насихат Шабандоз Бекет бапкері Қызылөзен елді мекені, және де соңғы айналымға кетіп бара жатқан 3-ші номердегі Айғажап Батырбек әулеті Дулат Шабандоз Жадырасын бапкері Қияқты елді мекенінен келген жүйрік екен мінекей. Бір жүйрігіміз қара тартып кетті төрешілер. Бір жүйрік қара тартып кетті. Және де 12-ші номердегі Ақмоншақ Оңайбаев Айдос, Насихат Шабандоз Айболат бапкері Шетпегенті. Ал мінекей ағайындар, бүгінгі Ошақ бәйге 27 шақырым 9 айналыстан тұратын Ошақ бәйгінің де аяқталуына да аздаған минуттар қалды қадірменді ағайындар. Бүгінгі Ошақ бәйгіміз өте жоғарғы деңгейде бір қарқынмен тамаша өнер көрсетіп келе жатыр. Бірін-бірі жіберер емес, кілең сен тұр мен атайын деген атақты жүйріктер қанды, және де атышулы атақты сейістеріміз бүгінгі Ақшымырау ауылына келіп 90 жылдығына ат қосты ағайындар. Аттары бақытты болсын, балдары аман болсын, аттары да аман болсын мінекей. Бұйырса, Алла сәтін салса, аздаған минуттардан соң бүгінгі Ақшымырау ауылының 90 жылдық аясындағы Ошақ бәйгеден жүлделі 1-ші орынға ие болған жүйріктің кім екенін анықтайтын боламыз ағайындар. Әзірше 2 жүйрік топтан көсіле шығып, алдына қарата шықты. Оның артында келе жатқан 2 жүйріктің де қарқыны жаман емес. Сәуегейлік пікір айтып танысқа, сәйгүлікке сын айтылар сан тұста. Шын жүйріктің бағашылар бап болса, шын жүйріктер танылады жарыста. Көкейлерді мазалайды сан сұрақ, кесіп пікір айту қазір артығырақ. Қай сәйгүлік келер екен арқырап, қай жүйріктің жұлдыздары жарқырап деп, бүгінгі Ақшымырау ауылы 90 жылдық аясында өтіп жатырған Ошақ бәйгінің жүйріктері аздаған мінекей шақырымдар қалды. Әзірше алдындағы 2 жүйрік дес берер емес. 3-ші келе жатқан жүйріктің алдыңғы топқа мүмкіншілігі қалай болар екен өзі? Мүмкіншілігі жетуге де таяп қалды. Қазір фото-финишке мұқият назар салайық. Фото-финишке бұл жүйріктер теңесіп өтетін сияқты. Фото-финиш. Шапқаныңда желді ескен құйынсың, батқа түсіп ашшы терің сұйылсын. Бүгінгі Ошақ кіші аламан бәйгесі адал шабар шын жүйрікке бұйырсын деп түрелес болып отырған жүйріктеріміз бәйгінің алдынан көрсін қадірменді ағайындар. Ал ағайындар, мінекей жүйріктеріміздің де алдыңғы легі Ошақ бәйге жеңімпазы қай жүйрік келер екен? Қай жүйрік келер екен арқырап, қай жүйріктің жұлдыздары жарқырап деп мінекей бүгінгі Ошақ бәйге жеңімпазы айқай қайда, шу қайда? Қошеметтеп отырайық ағайындар. Шап жануар! Жүлделі 1-ші орынға еленіп келе жатқан номері
12 номер, 9 номер және де 11 номер 12 номерлі Ақмоншақ Оңайбаев Айдос Насихат Бәйгібала Айболат бапкері шетпегетінің жүйрігі. Қадірменді ағайындар, екінші келген 9 номердегі Тастияқ Жасақып Нұркеш ат иесі Әлжан Шабандос Амантай бапкері Қызан ауылы. Үшінші келген төрешілер рациямен шығайықшы. 11 номердегі 5 қасқа Көбесіп Махамбет Мадияр Бәйгібала Махамбет бапкері Шибір ауылы. Көрермендер, кейін қарата қысайықшы. Бүгінгі Аламан бәйгінің жеңімпазы 12 номердегі Ақмоншақ Оңайбаев Айдос Айболат бапкері шетпегетінің жүйрігі. 9 номердегі екінші болып мәре сызығын кесті. Тастия Жасақып Нұркеш Әлжан Шабандос Амантай бапкері Қызан ауылы. 3 болып мәре сызығын кескен 11 номердегі 5 қасқа Көбесіп Махамбет Мадияр Шабандос Махамбет бапкері Шибір ауылы. Шығайық, кейін қарата қысайыққа топ. Ал мінекей қадірменді ағайындай 3 қас жүйрік. Айқай қайда, шу қайда. Той шау жануар. Мінекей топтар қатар қысқа қашықтықтағы жылдамдықты анықтайтын мінекей. Ошақ бәйгіден кейінгі додамыз бір орынға дейін жүлде қарастырылған. Құрметті көрермендер және де атбегілер. Осы 3 аттың хазайыны, атбегісі, 3 жүйріктің иесі трибунаға жақын жерде тұрайық. Қазір кім бірі келді, соны жазып алуымыз керек қой. Үш жүйрік мінекей. Айтып отырың болмаса, мына номермен шауып бара жатқан кімнің аты? Биді топтар қатар 5 номер шауып бара жатыр ғой. Он тіркелген жоқ. Мінекей топтар қатар бәйгісі өзінің бастауын алды. Әзірше 3 жүйрікте өзінің қарқынын жоғалтпай, барлығы да бірін-бірімен таласып келе жатыр. Бәрекелді ағайындар, ал енді қазір топтар қатар айдалып келеді. Ошақ бәйгі мәресіне жетті. Қазір міне ауылдың іргесіндегі Ағаши қалашығында қонағасы беріледі. Баршаңыз сол жерге шақырамыз. Одан кейін мерекелік ән шашулар мен ақындар айтсын, тамашалауға баршаңыз шақырамыз. Той құтты болсын, барша ағайын қош келдіңіздер. Баршамыз қалмай, ат бегілер, ат жер қауым түгелдей сол Ағаши қалашығына барып дәм татуларыңыз сұралады. Ал осы бәйге біткесін осы жерде марапаттау өтеді. Қазір номер тапсырам деген жігіттер мына трибунаның артында ақ Альфард тұр, автокөлігі. Соған барып аттарыңызды тіркесеңіздер де болады, номерді тапсырсаңыз да болады. Ақ Альфард трибунаның артында, номерді сол жаққа тапсырамыз. Жүлде қоры осы жерде беріледі, құрметті атбегілер. Осы жерде беріледі. Жел сөздің ай көрінбейін ай бекер жек. Меніңге айтқан ай сөздерім таңдайыңа қой татымас. Қабылда менен ай нұрымнан дәніккен жұртым ай шекер жеп. Мен адайдың уақтаны сөйлеген сөзінде тақталы. Бұгетай бермейтін ай қара таудың ой ақбары. Сөйлей ай бере. Ал мінекей жүйріктеріміздің де қарасы көріне бастады. Қазір алдарыңызда тіке жолға жақындап фото-финиш міндетті түрде. Енді бастары теңесіп келу мүмкін. Бірақ құрметті көрермендер, кейін қаратағысып тұрайық. Бұл енді аттың қыр-сырын айтадығы, сырын білмеген аттың сыртынан жүр дейді атам қазақ. Сол айтпақшы, жүйріктеріміздің қандай немен келе жатқанын білмейміз, қара тартып та кетуі мүмкін. Бір-бірімізге зиянымыз, кедергіміз тек кетпесін, құрметті ағайындар. Әзірше мына Ұшқыр бәйгінің
егесі бар ма? Бәйгеге ат қосып жатқан. Мында жақындайықшы трибунаға. Бір орынға дейін жігіттер, бір орынға дейін. Біреуі ақ жігітіп Мұхтар ағамыздың сәйгүлігі екен. Ал ұшқыр бәйге, топтар қатар бәйге, жүлделі бірінші орынға үміткер. Тіке жолға шықты. Мінекей бақ шабама, бап шабама, жоқ әлде ат шабама деп бүгінгі мінекей 5 жасынан тартып мінсе ат жалын, демек оның көкірегі от жалын деп бүгінгі топтар қатар бәйгісі кімге бұйырады екен қадірменді ағайындар? Ой қой! Қой шам жануар! Абайла. Мұхтар ағамыздың 26 номердегі фамилиясы Ақ жігітіп Мұхтар, бүгінгі қойдың жеңімпазы. Ақ жігітіп Мұхтар ағамыз. Ал енді марапаттауды табыстауға ел ағалары, ұйымдастырушылар ортаға марапаттау. Құрметтеп, қошеметтеп отырайық мінекей. Жүлделі 3-ші орын құтты болсын. Табыстайық Тайбайге 9 шақырым 3 айналым 1 қой. Ал қошеметтеп отырайық. Жүлделі 3-ші орын. Және де бүгінгі Тайбайгеден жүлделі 2-ші орынға ие болған номері 19 номермен Орынғали Ерасылдың көз моншақ атты жүйрігі марапатталады. Мадияр бәйгі бала, ұлан бапкері Шибір ауылы. Құтты болсын жүйріктер. Және де Ақшымырау ауылына 90 жылдық толуын аясында Ақшымырау ауылында өткен Тайбайгеден жүлделі 1-ші орынға ие болған номері 24 Ахметов Айтмұрат марапатталады. Самұрық Расул бәйгі бала, Заңғар бапкері, Мұнайлы ауданы. Ал мотоцикл құтты болсын міне. Құтты болсын. Мұнайлы ауданы. Суретке түсіп алайық, суретке түсіп алайық естелікке. Ал, суретке. Таулардан орғып өтемін саңғарларда. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам. Мен болсам арман тұлғарым. Рахмет. Келесі кезекті Ошақ бәйгінің жеңімпаздарына берсек. Бүгінгі 27 шақырым 9 айналымнан тұратын Ошақ бәйгеден жүлделі 3-ші орынға ие болған 11-ші номердегі Бесқасқа Көбесіп Махамбет марапатталады. Мадияр бәйгі бала, Махамбет бапкері Шибір ауылы. Қайдасыңдар? Жүлделі 3-ші орынға ие болған. Құтты болсын Шибірліктер, мінекей жүлдеңіз. 3-ші орын Кіші Аламан бәйгесі. Құтты болсын, 3-ші орынға тұра береміз. 3. Ошақ бәйге. 3-ші орын қайда? Ат иесі қайда? Сіздер ма? 3-ші орын. Ошақ бәйге 3-ші орын қайда? Ошақ бәйгінің 3-ші орынға иеленіп келген. Қайда? Бесқасқа қайда? Көбесіп Махамбет ағамыз қайда? Шибірлік келе жатыр ма? Бүгінгі 20 қайда келді ма? Келе жатыр ма? Бүгінгі Ошақ бәйгеден жүлделі 3-ші орынға ие болған Бесқасқа Көбесіп Махамбет ағамыз. Жарайды. 2-ші орынды марапаттай берейік. Бүгінгі Ошақ бәйгеден жүлделі 2-ші орынға ие болған Жасақып Нұрекеш ағамыз марапатталады. Тастұяқ Әлжан бәйгі бала. Марапаттайтын осы Ошақ бәйгенің 2-ші жүлдесін тіккен Ләтіптер әулет Нұғымет ағамыз шақырамыз. Мотоциклдің кілтін тапсыруға. Нұғымет ағамыз шақырамыз. Ал мінекей, аға асықпаймыз кішкене тәк. Бүгінгі Ошақ бәйгеден жүлделі 1-ші орынға ие болған номері 12-ші номермен шапқан Ақмоншақ марапатталады. Оңайбайып Айдос, Насихат бәйгі бала, Айболат бапкері, Шетпегетінің жүйрігі. Ал қошемет, Шетпегетке құтты болсын. Ошақ бәйгесінің бас бәйгесін тіккен жас кәсіпкер ауылымыздың тұрғыны ініміз Жаслан.
табыс етеді. 1 миллион теңге. 1 миллион теңге қаржылай сыйлық қарастырылған. Ал құтты болсын. Азаматы баталса алаш. 3-ші орындың иесі қайда? 3-ші орынға иеленіп келген. Қайда? 3-ші орынға келген Шебірлік Махамбет ағамыз қайда? 3-ші орынға келген. Және де топтар қатарға бір қой. Қайда қой осында ма? Мұхтар ағамыз қайда? Қой қайда? Мұхтар ағамыз қайда? Ал аға құтты болсын. Міне. Құтты болсын. Жүлдеңізді алыңыз. 3-ші орын қайда? 3-ші орын. Махамбет ағамыз. Сіз ба аға? Үшінші орындықы қайда? Үшінші орынға иеленіп келген Шебір ауылының атбегісі Ошақ бәйгеден. Апа келіңізші ортаға, сізді манадан бері күтіп отырмыз ғой. Ал құтты болсын. 3-ші орын Шебір ауылы Бесқасқа есімді. Ал келсін. Үйдегі міне малдай алатын адамдар орталыққа мінеке құтты болсын. Ошақ бәйге 3-ші орынның мінеке. Үйдегі апа әжелеріміз тілекші дейді. Бірінші ат еске қарап шабады. Осындай апаларымыз аман болсын мінеке. Құтты болсын Шебір ауылы. Махамбеттің келінше Бөкен ауылының қызы. Ат бәрекелді. Жүлде құтты болсын. 3-ші орын. Бәрекелді, рахмет. Ал барша мынау жаңа жылқы қой алғандар мына кругтың ортасында жатыр жылқы. Қасым деген азамат табыстайды. Қасым деген азамат. Ал той құтты болсын ағайын. Ал енді Ағаши қалашығына қарай барамыз сол жерден. Малдай алатын жүлде қорларыңызды міне ортадан аласыңыздар. Мынау ма? Ортадан аламыз. Қасым деген азаматқа хабарласып ортада. Мінекей тұр. Жылқы да қой да сол жерден аламыз ағайын. Бәйгелеріңіз құтты болсын. Той қыласын ағайын.